Қазақстандық шағын және орта кәсіп өндірісі бұрынғыдай еш өзгеріссіз қалуда. Мемлекеттік статистикаға сүйенсек, Қазақстандағы кәсіпкердің саны алдыңғы жылы 10,2%-ға өскен. Алайда бұл ақпарат Астанадағы 15%-ық өсіммен бастап, Қызылордадағы кәсіптің 5%-ға дейін төмендегені жайлы аудандық өзгерістерді көрсетпеді. Жалпылай алғанда, қазақстандық сараптардың шамамен 50%-ы алғашқы 3 жылда ақ банкротқа ұшырайды. Неліктен? Оның бірден бір себебі кәсіпкерлер және бизнесін нәтижелі басқару үшін олар қандай қабілетке ие болу керектігін түсінбейді. Бүгінгі видеода бизнесте үлкен жетістіктерге жету үшін кәсіпкер өзінің бойында қандай қасиеттерді дамыту керектігін айтатын боламыз. Бірінші мақсат: сіздің кәсіптегі әріптестеріңіздің барлығы болашаққа жоспарыңызды және оған қалай жететініңізді біледі ме? Өзіңізше? Егер де бұл сұрақтардың бірінің жауабы жоқ болса, онда өзіңіздің ойыңызды басқаларға жеткізе білу арқылы олардың алға қойған мақсатыңызға жетуіне көмектесе алатынын дұрыс түсіне алмағаныңыз. Бұл қателікті жөндейтін уақыт келді. Екінші, басқару. Басқара білу әрбір адамның өзіне байланысты. Оның қандай да бір өзіндік ережелері жоқ. Алайда кәсіптегі жетістіктерге жету және жұмыскерлерді күнделікті өмірдің дұрыс басқара білу үшін оларды жігерлендіріп, мотивация беру маңызды болып табылады. Көбіне кәсіпкерлер осындай шағын әрі маңызды дүниелерге көп көңіл бөлмейді. Өзіңді өзің тани білу көшбасшылықтың негізгі бөлігі болып табылады. Егер де өзіңіздің әлсіз тұстарыңызды білсеңіз, онымен жұмыс жасауға болады және міндеттерді сенімді адамдарға тапсырыңыз. 3. Командалық жұмыс. Бұрындары тек өз күшіне сеніп, барлық міндетті өзі ғана атқарып жүрген индивидуалист кәсіпкерлерге жұмысқа адам қабылдау мазасыз сәттердің бірі болып табылады. Бірақ үздік компанияларда әрбір жұмыскер өз міндетіне жауапкершілікпен қарап, кәсіптің дамуы үшін командамен бірігіп жұмыс жасайды. Бұл оңай емес. Себебі сіз өзіңіздің алдағы уақытта қандай мақсатқа жеткіңіз келетінін түсіндіре отыра, билігіңізді басқалармен бөлісуге дайын болу керексіз. Егер жұмыскер команданың негізгі мүшесі екенін түсініп, оған сенім артып отырғанын сезінсе, олар өз жұмысында көп нәтиже әкеледі. 4. Шығармашылық тәсіл. Барлығын басқаша істеуге дайын болыңыз. Шағын бизнес турасында жұмыс істеудің бір артықшылығы сізге онда үлкен кооперативтік ұйымдардағы секілді қатаң ережелерді сақтау қажет емес. Бизнесіңізге жаңа мүмкіндік беруден бастап, қызметкерлерді тарту арқылы компанияның дамуына әсер ететіндей өзіңіздің жеке тәсіліңізді қолдану мүмкіндігін пайдаланыңыз. 5. Еркіндік. Ірі кәсіпорындар көбіне жұмыста көбіне талапшыл болып келеді. Шағын кәсіп бұл стратегияны жетістіктің кілті деп ойламау керек. Еркіндік сіздің кәсібіңіздің ең үлкен плюсы болуы мүмкін. Себебі жаңа өзіндік структуралар арқылы жұмыскерлер өзінің креативті ойлау қабілетін дамытып, тәжірибеде қолдануы мүмкін. 6. Менеджмент. Кәсіптің дамуы көбірек жұмыс процесін талап етеді. Бұл талаптарды елемеу компания дұрыс даму үстінде емес екенін көрсетеді. Сонымен қатар даму деңгейі төмен болса, қол астыңыздағы жұмыскерлердің көңіл қалдыруы мүмкін. Белгілі бір құрылымға қадалып қалмаңыз. Қандай мақсатқа қол жеткізгіңіз келетініне зейін қойыңыз және компанияңыздың дамуына бақылауда ұстаңыз. 7. Директор. Бизнес көшбасшылары өз бизнесінің негізгі қаржылық көрсеткіштерін нақты өңдеуді қажет етеді. Бұл қарапайым ой сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ көптеген адамдар цифрлардың қандай ақпарат беретіндігін дұрыс түсінбейді. Ақша қаражаттарының қозғалысы, сауда және баланс туралы басқарудың нақты ақпараты сіздің бизнесіңіздің қалай жұмыс істейтінін айтып қана қоймайды, сонымен қатар сізге кездесетін қиындықтар мен мүмкіндіктерді анықтауға көмектеседі. Егер сіз негізгі қаржылық өлшемдер туралы білмесеңіз, тұрақты бизнестегі өсуді қамтамасыз ете алмайсыз.